Балалар қоржынан бір сұрақ алып жауап бере береміз енді. Қаратпа сөзіне мысал келтір. Қаратпа сөзге мысал келтіре қоймаған. Азамат кет үйге қайтамыз. Бұл жерде қаратпа сөз Азамат. Азамат жақсы. Қоспа бөліңіз. Сіздердің тоқтарыңыз. Қыстырма сөзге мысал келтір. Қате болса тауып, қол көтеріп жөндеп отырамыз. Мүмкін ертең сайлаққа барамын. Мүмкін ертең сайлаққа барамын. Бұл жерде қыстырма сөз қайсы? Мүмкін. Жақсы. Өте жақсы. Шіркін демалыс болса ғой. Шіркін демалыс болса ғой дейді Хадиша. Оқшау сөзді тап, шіркін. Шіркін оқшау сөз жақсы. Бар ма сұрақ? Тағы сұрақ бар екен. Сұрақ ала ғой, Аспан. Одағай сөзге мысал келтір. Одағайға мысал келтіреміз. Мынау бала неге туыс отырмайды? Мұнда бізде жекірі одағай болды. Тәйт десе жекірі онда. Мынау бала неге туыс отырмайды? Мұнда бізде жекірі одағай Тәйт. Жекірі қатар тыйып отырмыз, е? Сұрақ. Бәріміз қатсамыз барлығымыз. Ұлдан аға бер. Меніңше сенікі дұрыс емес. Меніңше сенікі дұрыс емес. Меніңше бұл оқшау сөз. Оқшау сөз меніңше. Келісеміз ба, балалар? Келісеміз ба? Енді бір сұрағымыз алып кетті. Еркен Назым. Ал. Сұрақ. Арман үйге кір. Оқшау сөз бізде ол арман. Арман. Оқшау сөздің ішінде қайсысы? Қаратпа сөз. Жақсы, балалар. Балалар, оқшау сөз нешеге бөлінеді? Ерхан айта ғой. Оқшау сөз үшке бөледі. Қаратпа, қыстырма және одағай. Жақсы. Қаратпа сөзге мысал келтірейік. Тез. Аспан. Арман, маған мынау есепке көмектесіп Маған мына есепке көмектесіп жіберсін. Қаратпа, одағай, арман. Жақсы. Одағай, балалар, одағай нешеге бөлінеді деді жаңа? Одағай бізде үшке бөлінеді. Үшке бөлінеді, иә? Үш түрі бар одағайдың. Көңіл-күй одағай, жергілікті одағай және шақыру одағай. Шақыру одағай. Шақыру одағайына мысал келтіре қойшы, Мағжан. Шақыру одағайына кім жауап береді? Шақыру одағайы. Нұрдана. Қырау. Жан-жануарларды шақырамыз, иә? Ауқау дейді тағы да. Иә, моқ дейді. Жақсы. Одағайдың тағы бір түрі? Көңіл-күй одағайы. Ажар. Ах. Ой. Енді бір мысал келтір, сөйлем келтірші. Көңіл-күй одағайына. Айта ғой енді мысал. Күннің ыстығын-ай. Жақсы. Одан кейін сағыдан не қалдырдық? Қыстырма сөз. Қыстырма, е? Қаратпа. Одан кейін одағай сөзге енді қыстырма сөзге мысал келтірген жоқпыз. Қыстырма сөзге кім мысал келтіреді? Барлығымыз қатысамыз, іңгар. Қыстырма сөзге мысал келтіреміз. Қыстырма келтіреміз. Хадиша. Бір өкінішісі мен бүгін сабақтан ес аламын. Жақсы. Яғни қыстырма сөз өздері айтып тұрғандай, өзіңнің ойыңды қыстырып айтасың арасында, иә? Өзіңнің айтылатын сөзге, ойыңа бір сөзді қыстырып айтасың. Сол өзіңнің ойыңды білдіресің. Жақсы, балалар. Енді жалпы оқшау сөз туралы түсінікті бізге. Енді 173-ші беттегі 8-ші тапсырманы ашамыз. 173-ші бет. Қиял ғажайыптар. Иә, қиял ғажайыптары. Жазылым. Оқшау сөздерді қолданып, қиял ғажайыптары тақырыбында ой толғау жазасын, балалар. Яғни біз оқшау сөздерді жаңағы айтып отқан өздеріңіз оқшау сөздерге жеке тоқталып қой. Қаратпа сөз, қыстырма сөз одағайға. Соны қолданып, қиял ғажайыптары деген тақырыпта ой толғау жазамыз. Яғни соның ішінде қаратпа сөз болсын, соның ішінде қыстырма болсын, одағай болсын, жарай ма? Ал бастар. Дәптеріңізді ашып қоямыз, балалар. Жазамыз.
Ирина, жаз. Осы тұрма. Осы тұрма. Ирина. Ал, тыңдама сенікі? Міне, жазамыз балалар. Оқимыз, содан кейін өзіміздің ой толғауымызды жазған қиял ғажайыптар тақырыбында. Міне. Жазыңыз. Жазайық. Тезірек жаңағы оқша сөздерді пайдаланып, 3 күн, 4 күн, 5 күннен шайтыз оқимыз. Жазамыз. Мұхаммад. Болғандарымыз болса, оқи береміз, балалар. Қолымызды көтеріп. Ал, кім оқиды? Кімде бар? Оқисың ба? Аспан бастайды, оқи ғой, аспан. Дайын екен аспан тыңдайық. Амал қанша ертегідегі қиял ғажайып шын өмірде болмайды. Мұнда бізде қыстырма сөз амал қанша. Амал қанша. Жақсы, өте жақсы. Жалғастыра бер аспан. Жақсы. Данияр, сен қиял ғажайып туралы кітап оқығансың. Бұл жерде біздің оқшау сөз Данияр. Данияр, жақсы. Ары қарай жалғастыра береміз ой толғауымызды. Солай бастадың ғой ой толғауымды сұрақпенен. Жақсы ертең азым, ары қарай жалғастыра бер. Мағжан. Меніңше қиял ғажайып ертегілер баланың қиял ойын дамытуға негізделген. Өте жақсы, өте жақсы. Меніңше қиял ғажайып ертегілері баланың ойын дамытуға негізделген. Керемет, Мағжан. Тағы да кім бар? Ділда. Сөйлемдерін дайын болса оқи береміз, ары қарай жалғастырамыз. Кім оқиды? Ал, Нұрдана оқи ғой, Нұрдана. Азамат, сен армандай қиялдай білесің бе? Қалай? Азамат, сен армандай қиялдай аласың ба? Білесің бе? Жақсы. Бұл жерде Арман. оқшау сөз бар ма? Оқшау сөз ол арман. Арман. Жақсы. Соның ішінде қаратпа сөз. Жақсы. Жақсы. Тағы кім бар? Кім бүті дайын екен? Тағы, Ажа, оқисың ба? Мен осы. Оқи ғой, Ділда. Азамат, сен қиял ғажайып сөзін естімейсің ба? Бұл жерде қыстырма сөз. Ділда, кішкене даусыңды шығарып айта ғой, біз естімей қалдық. Азамат, сен қиял ғажайып сөзін естімейсің ба? Бұл жерде оқшау сөз еламан. Жақсы. Жақсы. Жалғастыра ғой, ары қарай. Ділда, жалғастыра бер, ой толғауларын жалғастыра беріңдер, ары қарай.